Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге InShot арқылы қалай монтаждауды көрсетемін. Мен көбіне осы InShot программасын пайдаланамын. Міне ең бірінші біз қалай жасаймыз. Кез келген видеоңызды аласыз. Осы InShot арқылы ашасыз. Ең бірінші керек емес жерлерін обрезка арқылы қиып алсаңыз болады. Былай қозғалтып. Мен жаңа басында былай тұрды, оны мен былай қозғалтып, жылжытып қиып аламыз. Міне галочканы бассаңыз қиылады. Және текст жазу керек болса, міндетті түрде осылай текст дейсіз. Және кез келген керек сөзіңізді жаза бересіз. Тексттің кириллицасын ауыстыра берсеңіз болады. Әртүрлі. Және оны үлкейтіп, жақындатып, алыстатып, мынандай дөңгелетіп жасасаңыз, немесе әріптеріңізді ажыратып, жақындатып, және суретін түсін өзгертуге болады. Кейін өзгерту болады. Светит дегенді өзгертсеңіз болады. Өзіңізге ұнаған түсте қойып, фонға байланысты әртүрлі өзгертсеңіз болады. Осылай жазу қойсаңыз болады. Және осындай келе жатырып, баламның түсірген видеосы, мысалы, осының звугын өзгертсеңіз болады. Өзінің звугын алып тастаймын десеңіз, объемға барасыз. Видеоның звугы керек емес болса, осылайынан жауып тастайсыз. Керек болса, осылай қаттырақ шығарып қоясыз. Өзіңіз музыка қосам десеңіз видеоға, мына жерде аудио деген бар, музыка. Алдын ала музыкаңызды Google'дан тартып, дайындап қойсаңыз болады. Мен кез келген музыканы тарта бересіз. Ол музыканың да дауысын объем арқылы қатты шығарып, немесе жай басып қойсаңыз да болады. Әрбір атқан таң құйып берген бағына шүкір. Осылай өзіңіз бәрін өзгертіп ала бересіз. Және музыканы да керек жерлеріне қойып, керек емес жерінде үсіп өзгертсеңіз болады. Не разделить деп мына жерден, мына жерге шейін мысалы разделить етіп аласыз да. Сол жерден қиып тастасаңыз болады. Бұл жерге керек емес болса, или сол видеоның сол жеріне келгенде звугын жай басатын жер болса, сол жерге келіп, звугын жай басып қоясыз. Көпірліктен сақтап жаратқан. Барлығын жасау оңай. Осылайынан музыканы қойдық. Енді және видеоға фото қойсаңыз болады. Алдын ала фото или видео жалғайтын болсаңыз, не плюс батырмасын батырасыз да, ары қарай керек видеоңызды таңдап ала бересіз. Мына жерге плюсті бассаңыз, хост деген бар бірінші. Сіз видеоны қайда саласыз? YouTube'қа салсаңыз, YouTube'дың белгісін таңдайсыз. TikTok-тікі 3:4 керек па, 4:3 керек па?
рилсқа салатын болсаңыз осы форманы таңдайсыз. Менікі ютубта осыда тұр, подогнать дегенде. Осылай өзіңіз әртүрлі қылып өзгертіп алсаңыз болады. Сізге ютубқа салатын видео болса, ютубтікін таңдайсыз. Осылай формасын обрезать етіп алсаңыз болады. Не обыз ойнаймыз. Мына кішкентай баламның түсірген Не видеосы. ойнайтынымызды білеміз өзіміз. Ары қарай мына жерден бастап музыкасын таңдады. Музыкасы шыға береді. Тексті қай жерге керек, сол жерден тоқтатасыз да, текст жаза бересіз. Мысалы, бір керек емес объектілер болса, деталь дегенмен осылай көрсетпей тастасаңыз болады. Сол жерде. Онда ұзартуға болады. Немесе басқа жерге апаруға болады осылай өзгерту арқылы. Сізге бірдеңе белгілеу керек болатын болса, рисунок деген таңдайсыз. Онда түсін таңдайсыз рисунктың. И керек жерден былайынан птичка қойып, галочканы бассаңыз. жанымызға жылу. Осылай барлығын өзіңіз жасап алуға болады. Негізі монтаж жасау оңай. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Рахмет.